Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Сіздермен мен Амангелдіұлы Сұлтан Galaxy арнасына қош келдіңіздер. Ғарышқа ең бірінші шыққан адам туралы айтатын боламыз. Басылмай жатып арнаға тіркеліп, лайк басып келеміз. Онда біз бастаймыз. Ал енді өзіміздің тақырыбымызға оралайық. Ғарышта алғашқы адамдар кім? 20 ғасырдың екінші жартысы көптеген оқиғалармен ерекшеленеді. Ғажайып адамның ғарыш кеңістігін ашуы ең керемет болды. Космонавт ғарышты игере бастаған адамзат осы сапалы секірісте жетекші рөлге ие болды. Әлемнің жетекші державалары арасындағы ең күрделі бәсекелестікке қарамастан, СССР және ақш ғарышта алғашқы адамдар кеңес одағынан шыққан. Бұл бәсекелес елде зорлық-зомбылыққа душар болды. 1961 жылдың 12 сәуірінде кез келген мектеп оқушысы белгілі. Бұл күні ғарышқа бірінші адам ұшуы. Сол кезде жер бетіндегі барлық адамдар астронавттан біздің планетамыз шынымен дөңгелектігін білді. Сол кезде 12 сәуірде ғарышта алғашқы адам болды. 1961 жылы жер бетіндегі тарихта мәңгі болды. Юрий Гагариннің қысқаша өмірбаяны. 1934 жылы 9 наурызда Гжат ауданының Клещино ауылында, қазіргі Смоленск облысының Гагарин ауданында, қарапайым шаруа отбасында дүниеге келді. Онда 1,5 жыл фашистік әскерлерді басып алғаннан кейін аман қалды. Бүкіл отбасы үйден шығып кетіп, күзенге келуге мәжбүр болды. Бұл кезде бала оқымаған, тек Қызыл армия мектебін босатқаннан кейін ғана мектепте қайта жаңартылды. Гагарин кәсіптік техникалық училищесіне үздік бітіріп, Саратов өнеркәсіптік техникалық училищесіне түсті. 1954 жылы ол алғаш Саратов әуе клубына келді. Ал 1955 жылы бітіргеннен кейін алғашқы рейсін жасады. Барлығы 196 адам болды. Осылайша біздің кішкене ғана мәліметіміз сіздерге ұнады деген ойдамын. Қош сау болыңыздар.